Сәлем, сіздермен Нағима. Видеоны толық көрместен бұрын тіркеліп, лайк басып, қоңыраушан басуды ұмытпаңыз. Бүгін мен сіздермен сүттен жасалатын ең оңай, дәмді, жұп-жұмсақ пирогтың рецептін ұсынамын. Бізге керекті өнімдер 2 жұмыртқа, шекер, ұн, разрыхитель және сүт 3 қасық ақ май керек болады. Жұмыртқамызды таза құрғақ ыдысқа салып, 200 грамм шекерімізді салып, миксердің көмегімен 2 есе ұлғайғанша көпіршітіп аламыз. Басқа жеке таза табағымыз алып, көпіршіген жұмыртқамызды саламыз, оның үстінен сүтімізді құямыз, миксермен жақсылап араластырамыз. Оның үстінен 3 қасық ақ майымызды құйып, сұйық майымызды вилканың көмегімен араластырсаңыз болады. Ендеше ұнның үстіне разрыхителімізді салып араластырып аламыз. Елгезектен осылай өткізіп алыңыз, себебі жақсы көтеріледі. Осындай қоймалжың масса шығатын болады. Формамызды дайындап, фольгамызды төсеп, осылай массамызды құямыз, 180 градуста пісіріп аламыз. Егер де сізге рецепт ұнаған болса, тіркеліңіз, лайк басыңыз, қоңыраушан басуды ұмытпаңыз.